Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен красный барх тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді торт болады, өте тойымды. Туған күндерге осылай жүрек ретінде жасап берсеңіздер, жақындарыңызға, сүйіктілеріңізге жасауға мен кеңесімді беремін. Өзім осы торттардан заказдарды өте көп қабылдаймын. Оригинал рецепт міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші жұмыртқа мен қантымызды салып миксерлейміз. Қантымыз бен жұмыртқамыз кішкене көтерілгенше миксерлеген дұрыс. Сонда торттарыңыздың корждары өте жақсы көтеріңкі болып піседі. Айран, кез келген айран сала беруге болады. Растительное масло және де краситель. Менде краситель, қызыл краситель, индийский краситель қолданамын. Түсін өте анық, жақсы шығарады. Барлығын салып араластырасыздар. Сода, разрыхительді ұмытпаймыз, барлығын саламыз. Осы корждарымызды үшке бөліп, әр қайсысын 180 градуста 13 минуттан пісіріп аламыз. Крем дайындаймыз. Креміне кілегей қажет болады. Кілегей мен творожный сыр салқын болу қажет. Сонда кремдеріңіз қою өте жақсы болып шығады. Кілегей мен қант ұнтағын салып миксерлейміз. Творожный сырымызды салып, толыққанды қою болғанша миксерлейміз. Біздің корждарымыз дайын. Мен кремді осындай кондитерский мешокқа салып, үстіне вупи-пайдың насадкасын қойдым. Арнайы вупи-пайдың насадкасы кондитерлік дүкендерде сатылады. Осындай астына подставка қоямыз. Жұқа қағаз подложка деп аталады. Подставканың үстіне подложка саламыз. Аздап қана крем жағамызда корждарымызды керісінше қоятын боламыз. Кремдерімізді тура видеодағыдай барлығын жағып шығамыз. Егерде осындай шариктерді жасауға қиналып жатсаңыздар, бір бөлек тарелкаға немесе басқа бір ыңғайлы заттарға жағып, қолдарыңыз әбден үйренгенше жасауға болады. Бірден торттың бетіне жасап жүрмеңіздер, себебі қолдарыңыз үйренгенше дұрыс шықпауы мүмкін. Мен өзім солай үйренгенмін, сіздерге де солай кеңес беремін. Міне бірінші коржымызды салдық, осылай ортасына кремімізді жағып шығамыз. Екінші, үшінші корждарымызды да тура осылай қайталаймыз. Мен жеміс-жидектермен әсемдедім. Үйдегі бар заттардан әсемдей салдым. Неше түрлі заттармен әсемдеуге болады, өз қалауларыңыз қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егерде видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ссылкасын қалдыратын боламын. Осымен біздің тортымыз дайын. Жақындарыңызды, өздеріңізді қуантыңыздар торт жасап. Ас болсын.